Адам баласына берілетін баға жетпес құндылықтардың бірі уақыт. Өмір қуанышын сездіріп, әрбір күніміз бен келешегімізге үміт отын сыйлайды. Егер оны ойланбай өткізсек, уақыттың адам баласына берері аз болады. Адам уақытты сезінгенде ғана өзін-өзі қадағалап отырады, өзіне-өзі есеп беруді белгілейді. Дүниедегі ең жаман дерт еріншектікті жеңеді. Өзін нағыз адам етіп тәрбиелеп шығады. Уақыт адамды алға жетелеуші күш. Ол күштің құдіреті сонда, бағалай білсең, басыңа бақ қонады, арманыңа жетесің. Адамның әрбір күні, әрбір сағаты, әрбір минуты мақсатсыз өтпеуі керек. Өмірдегі әрбір уақытын, өз бойындағы қайрат жігерін, ақыл ойын өмірге, өзі өмір сүріп отырған қоғамға жұмсап, қалтқысыз еңбек етуге, сөйтіп өзі үшін де, өзгелер үшін де игіліктер жасауға жұмсауы керек. Ал енді оқушылар, мәтін мазмұны бойынша мына сұрақтарға жауап жазып көрейік. Адамға берілген құндылық не? Уақыт қандай дертті жеңеді? Уақыт қандай күш? Оның құдіреті неде? Адам уақытты қалай жұмсауы керек? Жауаптарыңыз дайын болса, ықтимал жауаппен салыстырып көрейік. Адам баласына берілген баға жетпес құндылық уақыт. Екінші сұрақтың жауабы: дүниедегі ең жаман дерт еріншектікті жеңеді. Келесі сұрақтың жауабы: уақыт адамды алға жетелеуші күш. Келесі сұрақтың жауабы: бағалай білсең, басыңа бақ қонады, арманыңа жетесің. Бесінші сұрақтың жауабы: өз үшін де, өзгелер үшін де игіліктер жасауға жұмсауы керек. Жарайсыңдар, бәрекелді оқушылар, жауаптарыңыз сәйкес келді деп ойлаймын. Екінші қадам: мәтінді екінші рет тыңдаңыздар. Мәтіндегі көтерілген мәселені анықтап, оны кестенің көтерілген мәселе бағанына, ал сол мәселеге өз пікірлеріңізді менің пікірім бағанына жазыңыздар. Мәтінді тыңдайық. Адам баласына берілетін баға жетпес құндылықтардың бірі уақыт. Өмір қуанышын сездіріп, әрбір күніміз бен келешегімізге үміт отын сыйлайды. Егер оны ойланбай өткізсек, уақыттың адам баласына берері аз болады. Адам уақытты сезінгенде ғана өзін-өзі қадағалап отырады, өзіне-өзі есеп беруді белгілейді. Дүниедегі ең жаман дерт еріншектікті жеңеді. Өзін нағыз адам етіп тәрбиелеп шығады. Уақыт адамды алға жетелеуші күш. Ол күштің құдіреті сонда, бағалай білсең, басыңа бақ қонады, арманыңа жетесің. Адамның әрбір күні, әрбір сағаты, әрбір минуты мақсатсыз өтпеуі керек. Өмірдегі әрбір уақытын, өз бойындағы қайрат жігерін, ақыл ойын өмірге, өзі өмір сүріп отырған қоғамға жұмсап, қалтқысыз еңбек етуге, сөйтіп өзі үшін де, өзгелер үшін де игіліктер жасауға жұмсауы керек. Мәтінді мұқият тыңдап болсаңыздар, тапсырма орындаңыздар. Жауаптарыңыз дайын болды деген ойдамын. Ықтимал жауаппен салыстырып көріңіздер.
мәтіндегі көтерілген мәселе адам баласына берілген баға жетпес құндылық уақытты бағалай білу және уақытыңды пайдалы іске жұмсап өзіңе де өзгеге де игілікті іс қылу. Тамаша оқушылар, жарайсыңдар. Сіздер де көтерілген мәселені дәл осылай анықтап, сол мәселеге қатысты өз көзқарастарыңызды білдіргендеріңізге мен сенімдімін. Келесі кезекте оқушылар ережеге назар аударайық. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сөздер туынды сөздер деп аталады. Туынды сөздер екі түрлі жолмен жасалады: лексикалық жолмен және жұрнақ жалғану арқылы. Жұрнақтың екі түрі болады: сөз түрлендіруші жұрнақ, сөз тудырушы жұрнақ. Сіздер бүгін сөз тудырушы жұрнақпен таныс боласыздар. Жұрнақ жалғану арқылы жасалған туынды сөздер. Түбір сөздерге сөз тудырушы жұрнақтар жалғанғанда жаңа мағыналы сөздер жасалады. Мысалы, әнші, қуаныш, көрме, жеңіс. Оқушылар, әнші сөзіне назар аударайықшы. Ән не деген сұраққа жауап береді? Түбір зат есім. Мағынасы әуенмен айтылатын өлең түрі.